Алладан тілеген, жұрттың бәрін армандаған тәуелсіздікке де жеттік. Баяғы спортта да айтады екен ғой, жеңу қиын емес, оны ұстап тұру қиын деп. Нұрекең де айтты ғой, тәуелсіздік алу оңай болған жоқ. Оны ұстап тұру, оны дамыту одан да қиын деп. Сондықтан халық осыны ұмытпау керек. Мынау елдің бірлігі, ынтымағы бұзылмау керек. Ынтымақ береке кеткен жерде мемлекет құлайды. Біз осыдан ажырамасақ, бірлік пен ынтымақтан ажырамасақ, жалқаулықтан арылсақ, біз мемлекетіміз бұдан да дамиды. Иә, дұрыс айтасыз, Мырзатай аға. Тәуелсіздікке біз оңай жетпедік. Осы бағытта жұмыс жасау, тәуелсіздікті нығайту, тұғырлы туды асқар биіктен құлатпау, бабалар салғанымызды одан әрі жалғау бізге, тәуелсіз елдің ұрпақтарына берілген аманат деп білер едім. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мақаласынан бастау алған Туған жер бағдарламасы осыған үндейді. Елбасы мақаласы болашақтың бағдарын айқындады, рухани жаңғыру жолын белгіледі. Яғни, болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы ұлтқа бағытталған ұран. Мемлекеттік идеология өзегі ретінде аса құнды үндеу болып табылады. Құрлықтың жалпақ жарты бөлшегіндей, күреспен жеңістердің өлшеміндей, жомарттың қазынасындай жер мен жаны, байлық пен ұлылықтың өлшеміндей. Қазақстан кеңдік аты, Қазақстан теңдік аты, Қазақстан елдің аты, Қазақстан ердің аты, Қазақстан ер қанаты, Қазақстан жер жататы. Алға қойған мақсатымыз айқын менің. Жақсы шәкірт тәрбиелеу ұстанымы, көк байрақ пен азат елді қадірлеген тәуелсіз елдің мен ұстазымын.